Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздің жаңа тақырыбымыз номер 7-ші зертханалық жұмыс ерітінділердің қышқылдық және сілтілік ортасын зерттеу. Номер 8-ші зертханалық жұмыс хлорсутек қышқылының бейтараптану реакциясы. Енді номер 7-ші зертханалық жұмыс үшін бізге қажетті реактивтер және құрал жабдықтармен танысайық. Натрий гидроксиді ерітіндісі, индикаторлар, фенофталеин, метилираныш, лакмус және тұз қышқылы және ас тұзының ерітінділері қажет. Енді қолымызға бір сынауық алып, оған 2 мл натрий гидроксиді ерітіндісін құямыз. Үстіне 2 тамшы фенофталеин тамызамыз. Фенофталеинді метилираныш, лакмуспен алмастырып, тәжірибені бірнеше рет қайталап шығамыз. Не байқалды? Индикаторлардың түсі қалай өзгерді? Қазір осы әр ортадағы индикаторның түсінің өзгеруін сіздерге ұсынамын. Енді оқушылар, номер 8-ші зертханалық жұмысқа қажетті реактивтер және құрал жабдықтар. Тұз қышқылының ерітіндісі, натрий гидроксиді ерітіндісі және лакмус. Міндетті түрде біз қай зертханалық жұмысты және практикалық жұмысты орындайтын кезімізде қауіпсіздік техникасы ережелерін міндетті түрде сақтауымыз қажет. Әрі қарай осы 8-ші зертханалық жұмыс бойынша сіздерге видеоролик ұсынамын. Тұз қышқылының сулы ерітіндісі pH-ы жуықтап 1-ге тең күшті қышқыл. Оған натрий гидроксидін біртіндеп қосқан кезде ерітіндінің pH-ы артады. Белгілі бір уақытта ерітіндінің pH көрсеткіші 7-ге жетеді. Осылайша реакция нәтижесінде бейтарап орта түзіледі. Бұл қышқылдың толықтай әрекеттескенін көрсетеді. Яғни қышқыл бейтараптанды деп айта аламыз. Реакцияны келесі түрде жазуға болады. Тұз қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттесіп, натрий хлоридімен су түзіледі. Натрий хлориді тұздар деп аталатын қосылыстар класына жатады. Негіз бен қышқыл арасында жүретін реакция бейтараптану реакциясы деп аталады. Антоцитті дәрілердің құрамында негіздер болатын тексеру үшін келесі тәжірибені жүргізейік. Антоцитті дәрінің 2 таблеткасын келіге салып ұнтақтаймыз. Әрі қарай, алынған ұнтақтың аздаған мөлшерін әмбебап индикатордың қатысында қызыл түске боялған тұз қышқылының ерітіндісіне қосамыз. Белгілі бір уақыттан кейін ерітінді сары түске боялады. Бұл антоцитті дәрінің тұз қышқылын бейтараптандырғанын білдіреді. Алынған ерітінді бейтарап болып табылады. Жұмыстың орындалуын химия дәптерімізге жазып аламыз. Сау болыңыздар.